Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып қазақ тілі. 2-ші бөлім. 3-ші тоқсан. 65-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Балалар, біз сіздермен бірге әр аптада білім қоржынымызға бір мақалдан қосатынымызды білерсіңдер. Олай болса, бұл білім қоржынымыздағы мақалымыз отан оттан да ыстық. Бұл мақалды түсініп оқып, жаттап, есімізде сақтаймыз. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. 1-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Шаңғы. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашқында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері 2 аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүк жүйткиді. Араға жылдар салып, шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктікпен сырғанауға, трамплингпен секіруге арналған және су шаңғылары. Бұл мәтін Балдырған журналынан алынған үзінді болатын. Ал олай болса, түсінбеген сөздеріңнің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Мысалы, балалар, бұл жерде сендерге таныс емес қандай сөздер бар? Мысалы, трамплингпен секіруге деген, трамплингтің не екен біз біліп аламыз. Оны сендер арнайы түсіндірме сөздігінен қарап біліп ал. Мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр. Адам шаңғыны не үшін ойлап тапты? Алғашқында шаңғы қандай болды? Кәне, мәтіннен ары қарай тағы да 2 сұрақ қояйық. Енді кейін шаңғыны жақсарту үшін не қосылды десек те болады? Және шаңғының қандай түрлері пайда болды? Бұл балалар біздің сұрақтарымыз, бұл мәтіннің мазмұны бойынша берілген сұрақтар болатын. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр. Қараймыз. Заттың аты. Бірінші кестеде заттың атын не немесе кім деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, заттың сыны қандай деген сұраққа жауап береді. Заттың саны болса, қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Егер ол қимылдық атау болса, не істеді, қайтты деген сұраққа жауап беру керек. Қане, төбедегі сөздерге назар аударайық. Шаңғы. Сұрақ қоямыз. Не? Яғни заттың несін білдіріп тұр? Атын білдіріп тұр. Қар. Бұл да заттың атын білдіріп тұр, Қар. Яғни не деген сұрақ қойылады? Жасалды. Бұл қимылдық атау. Яғни бұл қимылдық атау болса, жасалды. Не істеді? Жасалды деген сұраққа жауап береді. Қатты. Бұл заттың несін білдіріп тұр, балалар? Сынын білдіріп тұр. Яғни бұл қандай деген сұраққа жауап береді. 2. Бұл әрине заттың саны. Қанша деген сұрақ қойылады. Таяқ. Не? Заттың атын білдіріп тұр. Ағаш. Заттың атын білдіріп тұр. Не деген сұрақ қойылады. Қосылды. Не істеді? Қимылдық атау.
Ұзын. Заттың сынын білдіріп тұр. Қандай? Ұзын. Қос. Бұл заттың саны. Яғни қос деген сөз 2 деген мағынаны да білдіруі мүмкін. Сырғанады. Бұл заттың қимылдық атауы сырғанады. Не істеді? Сырғанады. Енді сөз балалар заттың сапасын, қимылдың санының атауы. Мысалы, үй заттың аты, ақын оның сапасын білдіріп тұр, кім екенін білдіріп тұр. Тұнық қандай? Ол тұнық, мөлдір, таза деген сияқты, әдемі, жақсы бұл заттың сапасы. Оқы, түсін деген бұл отырды, келді, жинады дейтін болсақ, бұл сөздер заттың қимылдық іс-әрекетін білдіреді. Ал 6, 10, 20, 20 шақты, 55, 100 дейтін болса, 40 немесе бұл сандардың барлығы заттың санының атауы болып бөлінеді балалар. Екінші жаттығу. Суретке қара. Мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылдануда? Және оны шұғылданып жүр деп ойлайсың. Қане, өз ойымызбен бөлісіп көрейікші. Ойланып, сұрақтарға жауап беріп көр. Бұл балалар фристайл деген спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық әрекеттерді орындайтын спорт ойыны. Яғни бұл бала, мына жердегі спортшы фристайл спорт шаңғысымен сырғанап жатыр. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Қане, бірге талқылайық. Сурет бойынша әңгіме. Балалар футбол ойынын тамашалауда. Балалар. Ал енді бұлар балалардың көңіл күйі не үшін өзгергенін қалай байқауға болады? Әрине, бұл өздерінің сүйікті командалары жеңіске жеткенде немесе гол соғған кезде бұлардың қуанып, көңіл күйінің өзгергенін байқауға болады. Балалар? Әрі қарай өзің әңгімені толықтырып, құрастырып көр. Төртінші жаттығу. Жаңылпашты жатқа жаз. Аяғым таяғыма тиді. Таяғым аяғыма тиді. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Сөз мағынасын қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт. Кәне, аяғым таяғыма тиді. Аяғым. Яғни аяғым деген сөз аяғым таяғыма тиді деген бірінші сөздердің байланысын тауып көре салайықшы. Қане, аяғым тиді. Таяғыма тиді десек болады. Ал енді балалар, бұл жерде қарамен жазылған аяғым сөзі қай дыбыс өз әсерінен өзгеріп тұр? Аяқ. Қ дыбысы Г дыбысымен алмасып өзгеріске ұшырап тұр, балалар. Бұл аяқ дегенде Қ болады, жеке сөз болса. Аяғым деген жалғау жалғанған кезде балалар, бұл Қ дыбысы Г дыбысына алмасып тұрғанын байқаймыз. Таяғым. Яғни бұл жерде де таяқ Қ дыбысы Г дыбысына алмасып тұрғанын байқауға болады. Ал енді балалар, сендерге үй тапсырмасы. Сын есімдермен жүре отырып, көбелекке гүлге жетуге көмектес. Қане? Яғни біз жаңа айтқандай сөздердің сынын білдіретін сөздер олар. Әдемі, қызыл,
сұлу, қане, ақылды. Осы сөздерді пайдаланып, сен көбелекті гүлге қонуына көмектес. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.